Кайырлы күн, кадырменді достар. Біз бұл сабақта экономикалық теорияның даму кезеңдерін қарастырып өтеміз. Және де экономикалық мектептер біздің басты назарымызда болады. Ең алғашқы экономикалық мектеп меркантилизм мектебі. Мерканти итальян сөзі саудагер көпес деген мағына береді. Және де аты айтып тұрғандағыдай, бұл меркантилизмді ұстанған адамдар сауда-саттықты қолдады. Олардың ойынша, қоғамның хал-ауқаты жақсаруы үшін, адамдардың байуы үшін, экономикалық ілгері жылжуы үшін керегі сауда-саттық, тауар айналымы деп есептеген осы меркантилизм өкілдері болып есептелінеді. Енді өкілдеріне келетін болсақ, Англияда Стаффорд, Мен, Стюарт деген адамдар, ал Италияда Серра деген адам меркантилизмнің өкілі, ал Францияда Демонкретен, Коллер деген адамдар меркантилизмді сауда-саттықты қолдаған адамдар болып есептелінеді. Егер сіздің осы меркантилизм сөз жаттауға қиындығыңыз болып жатса, онда егер бәлкім сіздің досыңыз бар шығар, сауда-саттықпен айналысатын, базарда өзінің бизнесі жүріп жатқан. Яғни сондай сауда-саттыққа жақын жолдасыңызды, мысалы Абзал деп алайық, оны сіз Абзал меркантилист деп жазып қойсаңыз телефоныңызға, есте сақтау мүмкіндігіңіз арта бастайды. Яғни сізге өте қажетті шығар деп ойлаймын. Енді физиократизм бұл келесі экономикалық мектеп болып саналады. Және де физио табиғат, кратос үстемдік деген сөзден пайда болған. Физиократизмді қолдаған адамдар, олар халықтың әл-ауқаты жақсаруы, адамдардың байуы, қоғамның ілгері қалай жылжуы тек қана агроөнеркәсіп арқылы жүзеге асады деп есептеген адамдар. Яғни олардың пікірінше, егер адам егіншілікпен айналысса, мал шаруашылығымен айналысса, одан артық оған бақыт жоқ деп есептеген өзі физиократтар болып есептелінеді. Негізі қазақтар мен физиократтар өте бір-біріне ұқсас болып келеді. Себебі қазақтар да агроөнеркәсіпті жоғары бағалаған. Міне, мысалы қазақтың мақалдарына келейік, жылқының сүті шекер, еті бал дейді. Қойдың сүті қорғасын, қойды соққан оңбасын дейді. Құнанға жатқан жеткізер, ат мұратқа жеткізер дейді. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл көсір, өнімді көлге теңеп тұр. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Байқадыңыздар ма? Алтын күмісті жай тасқа теңеп тұр. Ал арпа мен бидайды, егіншілікті асқа теңеп тұр. Келесі, жаңбыр жауса, жердің ырысы, егін бітсе, елдің ырысы дейді. Міне, қазақтардың физиократтарға берген бағасы осы болып есептелінеді. Енді келесі мектеп классикалық саяси экономия. Орыстарша, яғни орысша классическая экономика деп атайды. Енді бұл мектептің өкілдері Адам Смит, Давид Рикардо деген азаматтар болып есептелінеді. Бағана біз жоғарыда атап өткен физиократтар, олар тек қана ауыл шаруашылығын мадақтаса, бұл классикалық мектеп өкілдері жалпы өндірісті мадақтаған болып есептелінеді. Яғни бұлардың пікірінше өнім өндіру ол халыққа ең басты қажетті нәрсе деп есептеледі. Енді классикалық мектеп өкілдерінің негізгі идеясына көшетін болсақ, ол еркін бәсекелестік болып есептеледі. Яғни еркін бәсекелестік бар кезде, мысалы екі өндіруші бір-бірімен жарыса отырып, өз өнімін тұтынушыларға жеткізу үшін ол өз өнімінің бағасын төмендетеді, өз өнімінің сапасын әрдайым жетілдіруге тырысады, және де сол өз өнімін әрдайым сол қоғамда беделі арту үшін барлық нәрселерді жасайды дейді. Яғни еркін бәсекелестік ол қоғамды ілгері жылжиды. Бағанағы кім болса да өз өнімін қоғамда сатуға барынша тырысып, өнімнің сапасын арттыра береді деп есептейтін осы классикалық мектептің өкілдері есептеледі. Бірақ бұл классикалық мектеп өкілдерінің бір шарты бар, ол мемлекеттік реттеуге тиым салу. Енді тиым салғанда мемлекет тек қана минималды түрде осы өндірістердің ісіне араласады дейді. Яғни ол тек қана салығын алады, болды, ештеңе жасамайды. Бағанағы антимонополиялық саясат, антиинфляциялық саясат, протекционистік саясат, тағысы көптеген саясаттарды мемлекет тоқтату қажет дейді. Яғни олардың пікірінше нарық
өз-өзін реттейді. Бәсекелестік сол нарыққа өз-өзін реттеу үшін негізі қажет нәрсе деп есептеген осы классикалық мектеп өкілдері болып есептелінеді. Енді 19 ғасырдың екінші жартысында классикалық саяси экономия мектептері ол екіге бөлінді. Біріншісі марксизм, екіншісі маржинализм. Біз ең алдымен марксизмді қарастырып өтейік. Енді марксизм өкілдері Карл Маркс, Фридрих Энгельс және де Ленин деп есептелінеді. Енді Маркс осы идеяны айтқан кезде оны бір сұрақ мазалады. Ол қандай сұрақ? Ол сұрақ тауар құны қалай табылады? Мысалы кез келген базардағы тауардың құны қалай табылады деп есептеді, сұрақ қойды. И ол мынандай жауапқа келді. Тауар бағасы бірінші негізі қорлардан құрылады. Бағанағы өндіріс орны, станоктар, электр энергиясы, құрал жабдықтар, және де оған қосамыз жұмыс күшін, бағанағы жұмысшылардың еңбек ақысын, және біз оған қосамыз қосылған құнды. Қосылған құн деген орысша прибавочная стоимость деп атайды. Және ол мысалы кез келген бизнес иесінің алғысы келген пайдасы болып есептелінеді. Яғни қосылған құны қанша көргісі келетіндей көрсетіледі. Яғни осы үшеуін қосқан кезде біздің тауардың құны шығады дейді Маркстың ойы бойынша. Енді Маркс айтады, егер қарапайым жұмысшы осы жұмысты, осы тауарды өндіруге қатысты жұмысты өзі жасай отырып, осы тауарды өзі сатып ала алмайды дейді. Оған кінәлі қосылған құн деп Маркс осы қосылған құнды жек көреді. Енді ол тағы да айтады, осы жұмысшы осы тауардың құнының құрамына кіріп кету арқылы ол өзін, яғни өзінің жұмысын және өзін осы тауарға ақшаға сатады, яғни өзін тауар ретінде қарастырады деп есептейді. Бұл енді Маркстың пікірі бойынша. Енді Маркстың айтуы бойынша бағанағы буржуазия өкілдері, бағанағы бизнес иелері, бағанағы буржуазия деген ол бағанағы бизнесмендер, капиталистер, яғни осылар байыған үсті байи береді. Ал мына пролетариат, ол бағанағы жұмыс күші, жалдамалы жұмыс күші, ол мына буржуазияның меншігіне айналып, және де бұлар кедей болған тұсында кедей бола береді дейді. Яғни бұл Карл Маркстың негізгі ойы осы. Енді келесі осы бағанағы Карл Маркс енді өз идеясын айтты. Енді осы проблеманы қалай шешеміз, осы мәселені қалай шешеміз дегенде, олар 1848 жылы коммунистік партияның манифестін шығарды. Онда бірнеше талаптар бар. Бірінші талап жеке меншік ұғымына шек қою. Яғни ешкім ешқандай мүлікке жеке меншік ете алмайды. Барлық мүлік мемлекеттік болып есептеледі. Одан кейін мұраға қалдыруды жою, одан кейін ұлт деген түсінікті жою, яғни қара, ақ демейміз, анау орыс, мынау қазақ демейміз, яғни ұлт деген түсінікті жоғалтамыз дейді. Одан кейін дін деген түсінікті жоямыз дейді. Өкінішке орай. Одан кейін отбасы деген түсінікті жою. Яғни олар айтады, олардың айтуы бойынша бана отбасыдан шыққан балдарды қоғам болып тәрбиелейміз дейді. Яғни оны отбасы тәрбиелемейді, оны қоғам тәрбиелейді деп атайды. Мына дінде қателесетін тұстары, олар айтады, дін саған ештеңе берген жоқ, бірақ партия саған көп нәрсе берді деп сөйтіп адамдарды алдап, сонда өзінің ойларын, идеологиясын сіңдіретін болып есептелінеді. Қазіргі таңда сіз Солтүстік Кореядан осыны көре аласыздар. Енді келесі мектеп ол маржинализм мектебі. Маржинализм мектебі ол бағана французша маржинал шекті деген сөзден шыққан. Ол негізінде латынша сөзден шыққан, маргиналист деген, ол шекте орналасқан деген мағына береді. Енді біз бағана айттық қой, Маркстың ойы бойынша бағанағы тауардың құны қалыптасу үшін негізі қорлар, жұмыс күші, қосылған құн барлығын есептеп шығарамыз деп. Ал маржиналистердің ойы бойынша бұл жеткіліксіз, оған тағы да біз пайдалылық теориясын енгізуіміз қажет дейді. Яғни осы пайдалылық теориясы ол маржинализмнің қалыптасуына себепкер болды. Енді ол пайдалылық теориясы деген ол қалай? Мысал келтірейік, қарапайым мысал. Мысалы, сіз қарныңыз ашты, алма жегіңіз келді. Мысалы, қарныңыз ашып бір алма жегіңіз келді. Сіз үшін алманың құндылығы ол жоғары. Яғни, егер сізге ол тауар қажетті болса, оның пайдалылық көрсеткіші, пайдалылық
көрсеткіші жоғары болса, оның құндылығы да жоғары болу керек дейді. Яғни бұл түрлі маржиналистердің айтуы бойынша. Ал егер сіз қарыз тоқ болса, онда тауардың құндылығы бұл төмен болады дейді. Яғни көрдіңіз, сіз ол қаншалықты көп шығынға ұшырап, ол тауарды өндірмеңіз, ол егер халыққа керек болса, оны ешкім керек болмаса, оны ешкім сатып алмайды, оның құндылығы төмен деген мағынада да. Енді тағы да маржиналистерде сиректік деген ұғым бар. Мысалы, егер алма ағашы сіздің аулаңызда орналасса, онда ол сиректігі өте төмен, да, ол көп сізге. Сәйкесінше ол төмен, сәйкесінше оның құндылығы да төмен болады. Ал егер ол алма таудың басында орналасса, онда оның сиректігі жоғары, сәйкесінше құндылығы да жоғары. Дәл солай нарықта тауарларды егер сирек болса, ол бағанағы сирек болса, ол қымбат болады. Мысалы, құндылығы бойынша төмен бағанағы алмазды, бриллианттарды айтатын болсақ, олар сирек болғаны үшін, ол құндылығы да сәйкесінше жоғары болып есептелінеді. Яғни бұл маржиналистердің бағанағы шектік пайдалылық теориясы туралы қысқаша түсініктеме. Енді оның өкілдері 19 ғасырдың 70-80 жылдары Менгер, Дживонс және Вайерас деген кісі, ал 80-90 жылдары Маршалл, Кларк, Парето деген кісілер осы ойды ұстады. Енді олардың негізгі сұрақтары, сұраныс қалай анықталады, пайдалылық дегеніміз не, көрдіңіздер ме? Одан кейін оның қалай өлшеуге болады деп осындай сұрақтар қойды. Бұл маржинализмнің негізгі сұрақтары болып есептелінеді. Және де осы сұрақтарды зерттеу арқылы оларда мынандай шекті пайдалылық, шекті өнімділік, шекті шығындар деген ұғымдар пайда болды. Оны кейде қарастыра береміз. Осымен уақыт тамам. Негізі уақыт аз қалды, уақыт көп кетіп қалды. Сол үшін біз қалған мектептерді келесі сабақтарда оқуға үйренуге ниеттіміз. Жалпы бүгінгі қарастырылған презентацияны және де лекцияны электронды нұсқаларын алғыңыз келсе, онда төмендегі қоғамдық желідегі сілтемеге жүгіне аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.